Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз Әбілқасымова Алма Есімбекқызының 9 сыныпқа арналған комбинаториканың есептерін шығаратын боламыз. Бүгін біз А деңгейі және Б деңгейін қарастырамыз. 31-де 1-ден 31-де 10 есепке дейін көрсетеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, есептерді шығару біраз күрделілікті туындыруы мүмкін, бірақ біз ең алдымен 31-де 1-ші есептен бастап қарастырайық. 31-ші есеп: ойын сүйегін лақтырған кезде 1-ден 6-ға дейінгі сандар түседі. Төмендегі оқиғалардың ықтималдықтарын табыңдар. Бізге әр сан бір-бірден берілгендіктен, яғни 1-де бірлес, 2-де бірлес түсетіндіктен, бізге барлығы жалпы саны 6, түсу ықтималдығы 1 болғандықтан, бірінші есепте 2 саны түсу үшін біз 6-тан 1 деп қана қарастырамыз. Екіншісінде бізге немесе 1, немесе 2 түскендіктен, немесе орындалғандықтан арасында қосу таңбасы болады. Сонда 6-тан 1-ге 6-тан 1-ді қосамыз, 6-тан 2 болады. Оны қысқартқан кезде 3-тен 1 деген жауап шығады. Келесі үшінші немесе 4, немесе 6 болғандықтан, тура алдыңғыдай бізге 4 түскендегі және 6 түскендегі ықтималдықтарды бір-біріне қосамыз. Сонда 6-тан 1-ге 6-тан 1-ді қосамыз, тең болады 3-тен 1-ге. Екіншісі 2, 4, 6 деген комбинациялар, себебі жұпты сандар бізде 2, 4, 6 ғана. Демек 6-тан 1-ді қосамыз 6-тан 1-ге, қосамыз 6-тан 1-ге, тең болады 2-ден 1-ге. 31-де 3-ші есеп: қорапшада 2 ақ және 5 қызыл шар бар. Қорапшадан кездейсоқ алынған бір шардың ақ, қызыл, жасыл болуының ықтималдығын табыңдар. Қорапшада 4 қызыл және 7 көк шар бар. Қорапшадан кездейсоқ алынған бір шардың қызыл, ақ емес, көк болуының ықтималдығын табыңдар. Біріншісі жалпы саны бізде 7-ге тең, яғни біріншісі бізде ақ сандар болғандықтан тек қана ақты ғана қарастырамыз, сонда ықтималдығы 7-ден 2-ге тең. Екінші есеп: қызыл шар. Қызыл шардың саны барлығы 3, сонда 7-ден 3-ге тең болады. Үшіншісі жасыл болуының ықтималдығы, бізде жасыл шар жоқ, сондықтан 0 болады. Екінші есебін қарастырсақ, бізге барлығы 11 шар, 4-ке 7-ні қоссақ. Біріншісі 4 қызыл шар бар, сондықтан 11-ден 4 болады. Екінші есеп ақ емес деп тұр. Бұл жерде қызыл және көк шарлар болғандықтан, қызыл мен көк шарлар барлығын қарастырамыз, сонда 1 деген ықтималдық болады. Үшінші есеп: бізге көк шардың ықтималдығы ол 11-ден 7-ге тең болады екен. 31-де 3-ші есеп: тұжырымдардың қайсысы дұрыс екенін көрсетуіміз қажет. Біз әр жағдайды жеке-жеке қарастырамыз. А оқиғасы бізде 0 бөлінген 6 тең 0 болады. Екіншісі Б оқиғасында 6-тан 1, себебі жоғарғы саны 2-ге тең тек қана 1 бар. Ал Б үстінде сызығы бар, ол бізге Б оқиғасына қарама-қарсы деген сөз, сонда 6-тан 5 болады. С оқиғасы бізде 6-тан 3-ге тең болады, яғни 2-ге бөлінетін жұп сандарды бағана қарастырғандықтан 0,5 болады. Біріншісі қате, екіншісі дұрыс екенін біз А оқиғасы арқылы көреміз. С оқиғасы 0,5, ол дұрыс болып тұр. Ал 4 пен 5 сәйкесінше 6-тан 1 мен 6-тан 5-ке тең екен. 31-де 4-ші есеп: сыныпта 25 оқушы бар, олардың ішінде 5 оқушы өте жақсы, 12 оқушы жақсы, 6-шы қанағаттанарлық, екеуінің үлгерімі төмен екен. Бізге өте жақсы немесе жақсы болуының ықтималдығын тапқандықтан, бізге тек өте жақсы мен жақсы оқитын оқушылардың санын ғана қарастырамыз. Яғни М1 бізде 5-ке, М2 тең 12-ке тең. Жалпы 25 оқушы болғандықтан N тең 25-ке болады. Сонда бізге немесе болғандықтан екеуін бір-біріне қосамыз, сонда 25-тен 17 болады екен. Екінші 25 емтихан билетінің ішінде 5 жеңіл билет бар. 2 оқушы кезекпен 1 билеттен алады. Бірінші оқушы жеңіл билетті алуының ықтималдығын табыңдар. Бұл жерде 25 барлығы 25 емтихан, ішінде 5-еуі ғана жеңіл болғандықтан, бізге ықтималдық формуласы бойынша 5-ті бөлеміз 25-ке, яғни 5-тен 1-ге тең екен. Келесі есеп, ол 31-ші 5-ші есеп: ойын сүйегі лақтырылды, 3 немесе 5 санының түсуін, 6 немесе 5, 7 санының түсуінің ықтималдықтарын табуымыз қажет. 3 немесе 5 болғандықтан, бізде бағанағыдай К 3-ке, К 5-ке тең, бірақ біз білетінімізде олардың қандай сан түссе де 6-тан 1 деген ықтималдық болатын, сонда 6-тан 1-ге 6-тан 1-ді қосамыз, сонда 3-тен 1 болады екен. Екінші есеп: 6 және 5 сандардың түсуі тура сол секілді 3-тен 1-ге тең болады. Ал 7 саны жоқ болғандықтан, оның ықтималдығы бізде 0-ге тең.
31 алтынчы есеп 2 ойын сүйегі лақтырылды. Түскен сандардың көбейтіндісінің мәні 5 санына тең болуының ықтималдығын табыңдар. Бізге 5 санына 1 мен 5-ті көбейту арқылы немесе 5 пен 1-ді бір-біріне көбейту арқылы таба аламыз. Сонда бізде m 2-ге тең, ал біз ойын сүйегін 2 рет лақтырғандықтан бізде жалпы саны 36-ға тең болады екен. Сонда p тең болады 36-дан 2-ге, оны бір-біріне қысқартсақ 18-ден 1 болады екен. 31-7 есеп 1 тиын 2 рет лақтырылды, ең болмаса 1 рет елтаңба түсуінің ықтималын табыңдар. 3 тиын лақтырылды, 2 рет елтаңба түсуінің ықтималын табыңдар. Бірінші есепті қарастыратын болсақ, бізге елтаңба, тиын, елтаңба, тиын, тиын, елтаңба дейтін 4 жағдай бар. Бізге елтаңбасы бар, 3 жеуі ғана бар, сондықтан бізде ықтималдығы 4-тен 3-ке тең болады екен. Екіншісінде бізде барлығы 8 комбинация бар, ал ішінде 2 рет елтаңба кездесетін 3-еуі ғана бар екен, сонда жауабы 8-ден 3-ке тең. Емтиханда 1-ден 25-ге дейін нөмірленген билеттер дайындалған. Бір оқушының кездесу алған билетінің нөмірі 1 таңба алсан, 2 таңба алсан болуының ықтималын табыңдар. Барлығы бізде 25 сан, ал оның ішінде 1 таңбалы 9 бар екен, сонда 25-тен 9 болады. Екінші есеп тура осы секілді, бірақ 2 таңбалы, сонда 25-тен 16 екен. 31-де 9, бұл жерде алынған сан 0-мен аяқталатықтан 2 таңбалы сандардың барлық саны біз білеміз, 99-дан аламыз, онда қосамыз 1-де 90 бар екенін, 0-мен аяқталатын 9 сан бар. Сонда 9-ды 90-ға бөлеміз, тең болады 10-нан 1-ге. Екіншісі алынған сан бірдей цифрлардан құралған. Бұл жерде де тура сол секілді 90 сан, ал бірдей цифрлар бар, 9 сан бар екен, сонда жауабы 10-нан 1 болады. Үшінші алынған сан 27-тен 6, 46-тан кем 18 сан бар екен. Бізді осы формулалар арқылы оны есептеп тауып ала аламыз. Сонда 90-нан 18 болады. Оны қысқартатын болсақ 5-тен 1-ге тең. Төртіншісі алынған сан бүтін санның квадраты болады. Бізде бүтін санның квадраты барлығы 6 сан бар. Сонда 90-нан 6-ға тең болады. Ол бізде 15-тен 1-ді береді. Келесі есеп ол 31-де 10-шы есеп. Бұл есепте төменде берілген оқиғалардың орындалу жиіліктерін табу керек. Сатып алынған 5 лотереялық билеттің біреуі 30 билеті болып табылса, онда барлығы бізде 5 лотереялық билет, оның тек қана біреуі 30 билеті болып табылғандықтан, бізде 1-ге тең, сонда 5-тен 1, ол бізде 0,2 болады екен. Екінші есеп сатып алынған 100 лотереялық билеттің 4-еуі 30 билеті болады. Бұл да 100-ден 4, ол 25-тен 1, тең болады 0,104-ке. Үшіншісі атылған 20 оқтың 6-ауы нысанғанаға тисе 20-дан 6 болады, ол бізде 0,3-ке тең. 30 күннің ішінде 12 күн ашық болса, ол 30-дан 12 тең болады 0,4-ке екен. Осымен болды. Біздің көрсеткен есептер түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп кетсеңіздер болады.